Сәлем құрметті құпияқат арнасының тыңдармандары. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіре кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ол кезде 7-ші сыныпта оқитынмын. Шамама қарамай, көршінің өзімнен бір жас үлкен қызына да қырындап қоятынмын. Жігіттіктің алғашқы белгісі болса керек. Сол көрші үйдің 10 баласы бар еді. 5 ұл, 5 қыз. 2 үйдің арасы ашық болатын. Ол кездері көрші тұрған үйлердің көбісі солай. Сол үйдің үлкен қызы тұрмысқа шықты. Арадан 2 жыл өтті. Көрші үйдегі апа қызының перзент сүйе алмай жүргенін айтып қамығып қалатын. Бір күні шәй ішіп отырғанымызда сол апа үйге жылап кірді. Айтуынша, қызы көтеріліп ауыратын болыпты. Кеш қараңғысында күлтөбеге қоқыс төгуге барып, сол жерде есінен танып құлап қалған. 2 күннен кейін ауруы байқалған. Анам басу айтып сөзбен демеп жатты. Мен де апаны қатты аядым. Ол кісі ешкімге қатты сөйлемейтін, үнемі күліп тұратын кісі еді. Үйіне бара қалсаң, ауладағы бақшасынан жеміс-жидек үзіп бере қоятын. Мейірімді жан болды. Сол үшін ол кісіні бәріміз де жақсы көретінбіз. Сондықтан да болар, ол кісінің жылағаны менің де жаныма қатты батты. Арада бір апта өткенде ауырған қызын үйіне әкеліпті деп естідік. Балалық па, әлде адамның табиғаты солай ма, әйтеуір сол қызды көргіміз келеді. Күнде сол үйге қарай мойын созғанымызбен ол қыз көрінбеді. Апа да үйге келуін қойды. Тіпті аулада да сирек көретін болдық. Өзге балалары да ол туралы тіс жармайды. Не жағдай екенінен хабарсызбыз. Білгенше асықпыз. Арада 10-15 күн өткенде көршінің ауырған қызы аулаға шықты. Кейін білсек, 10 күндей үйде қамап, 3 молда оқыған екен. Кішкене дұрыс болған соң аулаға шығыпты. Бұрынғы жағдайымен салыстырғанда дұрыс деуге болатын шығар, алайда мінез құлқы дұрыс емес. Молдаға оқытқанға дейін ешкіммен сөйлеспей, көшеге түсіп қашатын болған екен. Молда оқыған соң онысын қойып, адаммен сөйлесетін болыпты. Кейде өз-өзімен сөйлесіп, айғайлап күліп, кішкентай сіңлісімен балаша қуысы ойнайды. Тізеге түскен ұзын қара шашын жайып жібереді. Бұрында шашы ұзын болатын, бірақ тізеге түскенін байқамаған екем. Бұған дейін ешкім де байқамаған. Сөйтсек, ауырған соң шашы сағат санап өсе бастапты. Апаның айтуынша күнде шашының 10-15 сантиметрін қырқып отырады екен. Алғаш үйіне әкелгенде шашы жерге сүйретіліп келген көрінеді. Көршінің науқастанған қызы кейде 2 үйдің арасындағы жалғыз аяқ жолдың шетінде шашын жайып, басын төмен салып отыратын. Көршінің үйінде шаруамыз болмаса да, сол қызды жақынырақ көргіміз келіп, әрі-бері өте беретінбіз. Бір күні кеш қараңғы түсіп қалған кезде анам көршінің үйінен нан алып келуді тапсырды. Ойымда ештеңе жоқ. Әндетіп көршінің ауласынан өте бергенде, мыстан кемпір ме, шайтан ба, әйтеуір шашын жайып жіберген бір құбыжық айғай салып, қолымнан шап беріп ұстай алды. Жан даусым шығып айғайлап қашып барып, көршінің үйіне қалай кіргенімді білмеймін. Көрші апа, не болды, неден қорықтың? Деп бауырына қысып, басымнан сипап жатыр. Бір кезде баяғы құбыжық артымнан үйге кіріп келмесі бар ма? Ол үйдегілер құбыжықтан емес, менің жан ұшыра айқайлағанымнан қорқып кетті-ау. Өйткені оларға құбыжық таныс қой. Үйден қашан шығып кеткенін байқамай қалыппыз ғой, деп жатыр. Айтылып жатқан әңгіменің бірі құлағыма кірсе, бірі шығып кетіп жатты. Көршінің қызы болса, не болды? Деп күліп тұр. Оның құбыжық емес екеніне көзім жетсе де, қорқыныш басылар емес. Әрең өзіме келдім. Абырой болғанда келген шаруамды ұмытып қалмаппын. Нанды алып үйге бет алдым. Үйге бару үшін банағы жерден қайта өту керек. Бірақ баталар емеспін. Қорқып тұрмын деп көршінің үйіне кіруге намыс жібермейді. Бір кезде біздің үйдің ауласындағы шам жанып, үйден біреу тысқа шықты. Сол сәтті пайдаланып,
бірден 4-ші скоростқа салып бастым кеп. Сол кездегі жылдамдықпен кез келген желаяқ спортшыны жолда қалдырар едім-ау. Содан кейін бірнеше күн кеш болған соң есік алдынан шықпай жүрдім. Көршінің қызына қатысты тағы бір таң қаларлық жағдайға куә болдым. Бір күні түс мезгілінде есік алдында тапшанда шәй ішіп отырғанбыз. Үйінен шыққан көршінің қызы біздің шәй ішіп отырғанымызды көріп, дастархан басына келіп отырды. Анам, дәмге кел, деп шәй құйды. Онда мен қолымды жуайын, деп ыстық су құюлы тұрған құманды қолына алды. Ондағы су ыстық, деп айтқанға қарамастан қолына құйып жіберді. Қолы күйіп қалды-ау деп бәріміздің жанымыз түршікті. Ол ештеңе болмағандай ыстық сумен қолын 2 рет шайып, орамалмен сүрте бастады. Қолы қып-қызыл болып кеткен. Бірақ күлдіреп күйіп қалған із байқалмайды. Әңгімесін айтып шәй ішуге кірісті. Бәріміздің көзіміз соның қолында. Арадан сәл уақыт өткенде қолының қызарғаны басылды. Бірақ күйік байқалмайды. Қолыңды көрейін деп айтуға ешкімнің дәті бармайды. Бір шыны шәйді ішіп болып, ол үйіне кетті. 10-15 минуттан кейін анам көршінің үйіне барып, болған жағдайды анасына айтады. Анасы қызын шақырып қолын қараса, ешқандай күйіктің нышаны жоқ дейді. Сонда анам бұған не сенерін, не сенбесін білмей келген еді. Молдалар 2 ай бойы араға 10 күн салып оқып отырды. 3-ші айға қарағанда көршінің қызы науқасынан арылып, шашының өсуі тоқтады. Ыстықты да сезетін болды. 3 айдан соң ауруынан құлан таза арылып, үйіне қайтты. Бұл күнде көршінің сол қызы 2 ұл, 3 қыз өсіріп, бірнеше немере сүйіп, әже болып отыр. Құрметті тыңдарман, осымен әңгімеміздің соңына да келіп жеттік. Әңгімеде не түйдіңіз? Бұл әңгіме шынайы өмірден алынған оқиға. Арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.